Кешегі видеода мен сіздерге Pinterest'тен дипломның шаблонын және растяжканың шаблонын қалай жүктеу керек екенін көрсеттім. Енді сол растяжкаға қалай мәтін жазамыз. Фотоны басамыз иншоттан. Растяжканың шаблонын аламыз. Текст дегенге басып, өздеріңіз іс-шараңызға тақырып қоясыздар ғой, соны жазасыздар. Мен мына жерге оқуға құштар мектепті жазамын. Мына жерде түсін өзіңіз қалауыңызша таңдап аласыз. Сары жасайын, обводкасын қара жасайынмын. Мына жерде шрифті, қазақша шрифттар бар. Иншотқа жүктеуге қалай жүктеу керек екенін келесі видеода көрсететін болам. Мынаны былай үлкейтеміз. Сосын мына растяжканы тура ортасына қоямыз. Мінекей.